Келме Әділқазылар. Мен Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Манат Жансаямын. Мен табиғатты аяла конкурсында экоблогер номинациясын таңдадым. Менің бүгінгі тақырыбым таза ауа денсаулық кепілі. Өлкеміздегі ең ірі өзен Ертіс өзені. Бәріміз білетіндей, Ертіс өзені бастауы Қытайдан алады. Ертіс үшін маңызды экологиялық проблема оның суын Қытай және жағы өнеркәсіптік мақсаттарда көп мөлшерде пайдалануы. Өнеркәсіп қалдықтары өзеннің минералдық құрамының бұзылуына және ондағы жануарлар әлемінің өсіп дамуына кері әсерін тигізуде. Ал біздің Ертіс суын көптеген шаруашылықта да, тіпті ауыз су ретінде де қолданады. Ертіс өзені біздің елде де көптеген зиянды заттармен улануда. Яғни қоқыс қалдықтарының өзенге шашылуы, зауыттар мен фабрикалардан шыққан химиялық заттар улауда. Сондықтан да өзенді таза ұстап бастамау біздің де қолымызда. Бүгін алысқа ұзамай ауылымда шашылып жатқан қоқыстардың жанына келдім. Қазіргі адамдар өз артынан жинамауға үйренген және соған көзімді жеткіздім. Бұл шашылып жатқан қоқыстар, пакеттер, пластиктер, пайдаланылған жүргектер жердің бетінде де ішінде де 400 жылға дейін жата береді және шірімейді. Олар ауылымызға, топыраққа, топырақ астындағы жан-жануарларға тигізетін зияны орасан зор. Қоқыстар табиғаттың құрып кетуіне апаратын бірінші жол. Мына біз күнделікті қолданатын пластик ыдыстар әлемнің ең бірінші ластаушысы болып табылады. Бұл температура көтерілгенде өзінен зиянды улы иістерді бөліп шығарады. Және де жаз мезгілінде қоқыстар өзіне күннің түскенін пайдаланып, 2 есе зиянды заттарды бөліп шығарады. Қазіргі кезде адамдар қоқысты қоқыс жәшігіне, қоқыс полигондарына емес, кез келген жерге лақтырып кете береді. Тіпті пластик бөтелке мен ыдыстарға тамақты ыстық күйінде ішуге болмайтынын да көбі білмейді. Ыстықтау оның зияны еселене түседі. Ал шыны шөлмектер адамның аяғына кіріп жаралауы әбден мүмкін. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, адамдар қоқыстарды далада өртейді. Бұл жағдай ауылдық жерлерде де көп кездеседі. Қоқыстардың өртеу кезінде шығатын түтіні адамдардың тыныс алу жүйесіне зиянын келтіреді. Және де зиянды заттардың улы түтіндері атмосферамыздың озон қабатының жұқаруына әкеп соғады. Ал қалдық күлі желмен шашырап, табиғатқа зиянын тигізеді және де өсімдіктердің өсуін тоқтатады. Қарапайым ауылымыздың су келетін арықтары да әлі де қоқыстарға толып жатыр. Арықтарға келетін суды біз күзге дейін жеміс-жидектерімізді суаруға, одан кейін жалпы шаруашылық жағдайымызға қолданамыз. Бір үйдің арығының тазаланбауы бүкіл ауылымызға келетін судың тазалығына кері әсерін тигізеді. Сондықтан да арықтарымызға тиісті уақытында тазалық жүргізгеніміз жөн. Ал бүгінгі менің таза ауа денсаулық кепілі атты тақырыпты қорытындылап кететін болсам, адамзат өзі тұратын тұрғылықты жерін таза ұстауға үйренбеген және ондай қағида жоқтыққа деуге де болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде адамдарға, табиғатқа деген зиянын тигізетін заттар өте көп жатыр. Адамдар табиғатқа өте көп зиян келтіреді және соны өздері білсе кетеді. Қазірден бастап қоқыстың зиянын түсініп, соны саналы түрде арнайы қоқыс жәшіктеріне салып, сұрыптап, қаладағы арнайы сұрыптау орталықтарына жіберсе, біз жерімізді аман-есен болашақ ұрпаққа тапсырып және соның маңыздылығын түсіндірер едік. Қорытынды сөзім, табиғатты таза ұстап, аялайық.